атым Малика. Мен 3-ші сыныпта оқимын. Тұздың құпиясы деген ғылыми жоба жасап жатырмын. Сізден тұздың денсаулыққа пайдасы туралы сұрағым келеді. Сәлеметсіз бе, Малика, жарайсың. Қызықты тақырыпты таңдапсың. Әрине, қой сұрақтарына жауап берейін, дайынмын. Тұз адам ағзасына не үшін қажет? Оның пайдасы қандай? Малика, тұздың құрамындағы натрий мен хлор деген заттар бар. Бұлар заттардың біздің ағзамызға өте қажет. Олардың судың балансы сақтайды, жүйке жүйесіне дұрыс жұмыс істейді, көмектеседі және бұлшықеттерді жиырылуына қамтамасыз етеді. Егер ағзамызда тұз жетпесе, адам әлсірейді, сезіне бастайды әлсіреп. Басын ауруы мүмкін. Ал тұзды көп жеу зиян ба? Иә, тұзды шамалы тыс жеуге денсаулыққа зиян. Ол қан қысымын көтереді, жүрек ауруларына әкелуі мүмкін және бүйрекке зияны келтіруі мүмкін. Сондықтан тұзды мөлшерлермен ғана жеу керекпіз. Ал йодталған тұз деген не? Оның пайдасы бар ма? Иә, йодталған тұз дегеніміз, олар біздің құрамындағы йодты қосылған тұз. Йодты бізді қалғанша безіміз үшін өте қажетті зат. Қалғанша біз гормонымыздан шығады, ал бұл гормондар ағзасынан дұрыс жұмыс істеуге көмектеседі. Егер ағзамызда йод жетіспесе, түрлі аурулар пайда болуы мүмкін. Сіз тұзды қалай дұрыс пайдалануға кеңес бересіз? Біріншіден, тұздың шамалы тыс жеуге болмайды. Күніне 5 граммнан асырмау керекпіз. Екіншіден, йодталған тұзды қосуға тырысыңдар. Себебі ыстық кезде тұздың дәмі күшейеді және тұзды аз қосуға болады. Рахмет сізге, апай. Сіз маған көп көмектестіңіз. Енді мен тұз туралы көп нәрсе білемін. Оқасы жоқ, Малика. Сен де жарайсың, зерттеу жұмысын жақсы жүргізеді екенсің. Сау бол, денсаулығың мықты болсын.